азаматтардың қызығуын біздің мемлекет конституцияда бекітіп қойған. Өйткені Қазақстанның жер астындағы бәр байлық қойнауына әр азаматтың, Қазақстан азаматының жаңағы үлесі бар деген. Бірақ өкініш қайдан туады? Мысалы, осы өнген өнімді бөлісу келісімшартын қолдайтындар да бар, даттайтындар да бар. Қолдайтындар мысалға кішкене экономикадан жаңағы тереңдеу зерттеген азаматтар қолдайтындар. Себебі өнген өнімді осы жаңағы аталып өткен өнген өнім ол ТШО НСС КПО-ның өзімен тікелей жасалған келісімшарт емес. ТШО НСС КПО бұлар сол жер қойнауына келген инвесторлардың құрған операторы. Ол тек қана жаңағы күнделікті жұмыс атқарып отырған қызметкерлер. Ал енді өнген өнімді бөлісу келісімшарты жаңағы Шеврон, ExxonMobil, Shell, Total сияқты, Eni сияқты үлкен алпауыт трансұлттық компаниялармен жасалынған келісімшарт.